Келесі 1180-ші есебіміз. Бағасы 3750 теңгелік зат бірінші ретте 14%-ға арзандады. Екінші ретте соңғы бағасы 8%-ға қымбаттады. Заттың соңғы бағасы неше теңге болды деді. Бастапқы ол 100% болатын. Ол арзандады дейді, яғни азайтамыз 14%-ды. Сонда 86% болып тұр. 86%-ы 3750 теңгенің 86% қанша екенін білу керекпіз. Сонда 3750-ді көбейтеміз 86-ға бөлеміз 100-ге. Тең көбейтетін болсақ 322.500 болады. Оны бөлеміз 100-ге. Нәтижесінен болады 3225. 3225 теңге болды, бірінші бағасы. Енді осы 8%-ға қымбаттады. Бастапқыда 100% деп аламыз. Оған қосамыз 8%. Яғни 108% болады. Енді 3225-ін 108%-ы қанша теңге екенін білу керекпіз. 3225 санын көбейтеміз 108-ге, бөлеміз 100-ге. Көбейтсек 348.300 болады. Оны бөлеміз 100-ге. Сонда нәтижесі 3485 теңге болады екен. 83 теңге екен, 85 емес, 83. теңге болады екен. Келесі 1181-ші есебіміз. Қаңтар айында шананың бағасы 6400 теңге болған. Оның бағасы ақпан айында 15%-ға арзандатылып, наурыз айында соңғы баға тағы 20%-ға арзандатылды. Бірінші ақпан айында бағаны білу үшін бастапқы 100%-дан арзандатылды, яғни азайтамыз 15%-ды. Оның нәтижесінен болады 85%-ға. Енді 6400 теңгелік шанамыз 85%-ға арзандатылса, 85%-ы қанша болатынын табу керекпіз. Ол үшін 6400-ді көбейтеміз 85-ге, бөлеміз 100-ге. Тең 544.000 болады, көбейтсек, бөлеміз 100-ге. Ол сонда 5440 теңге болады екен ақпан айында. Енді тағыда наурыз айында 20%-ға арзандатылды, яғни 100% болып тұрды, ол 20%-ға арзандатылды. Яғни 80% болып тұр. Енді соңғы бағамыз 5440-тың 80%-ын табайық. Ол үшін 5440-ты көбейтеміз 80-ге, бөлеміз 100-ге. Тең 435.200 болады, бөлеміз 100. Нәтижесінен болады 4352 тең болады. Енді соңғы сұрақ, егер сен шананы наурыз айында сатып алсаң, оның қаңтар айындағы бағасына қарағанда неше теңге үнемдер едің дейді. Бастапқыда бізде 6400 теңге тұратын, ең соңында 4352 теңге сатып алатын болсақ, 6400-ден азайтамыз 4352-ні, оның нәтижесінен болады 2048 теңге. Яғни осынша ақша үнемдер едік. Келесі 1182-ші есебіміз. Мұнай қоймасына әрқайсысы 16,2 тоннадан 30 цистерна мұнай келді. Яғни барлығы қанша тонна мұнай келген біліп алу үшін 16,2 санын көбейтеміз 30-ға.
ол дегеніміз 16,5. Оны 30-ға көбейтетін болсақ, нәтижесі 495 тонна мұнай болады екен. Енді бірінші күні әкелінген мұнайдың 30% сатуға жіберілді дейді. Барлығын 100% деп алып, одан 30%-ын азайтып тастасақ, яғни 70% қалады екен. Енді 495-тің 70% қанша екенін білу үшін 495-ті көбейтеміз 70-ге, бөлеміз 100-ге. Көбейтетін болсақ, 34.650 саны шығады. Оны 100-ге бөлсек, нәтижесі 346,5 тоннасы қалады екен. Келесі күні 100% болып тұрған еді, одан 80% кетті, одан қалды 20 ғана пайызы. Яғни 346,5-тің 20% қанша екенін табу керекпіз. Ол үшін 346,5-ті көбейтеміз 20-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда 6930 болады. Оны 100-ге бөлетін болсақ, нәтижесі 69,3 тонна қалады екен. Келесі 1183 есебіміз. Орманшы 850 гектар жерге ағаш отырғызды. Оның 60%-на қайын, қалған жердің 70%-на терек, одан қалған жердің 3/2-сіне қарағай отырғызды. Соңында қалған жерге жеміс ағаштарын отырғызды. Жеміс ағаштарын қанша ауданға отырғызды дейді. Барлығы бізде 850 гектар жер. Оның 60%-на қайын дейді. Яғни 850-дің 60%-ын табайық. Ол үшін көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 100-ге. Тең болады. Көбейтсек 51.000 болады. Оны бөлсек 100-ге, нәтижесі тең болады 510 гектар жерге қайын отырғызған. Енді бізде барлығы 850 гектар жер еді, оның 510-на қайын отырғызды да, қалғаны 340 гектар қалды. Енді осы 340 гектардың 70%-на терек отырғызған. Соны 340-тың 70%-ын білу керекпіз. 70-ге бөлеміз 100-ге. Тең көбейтетін болса 23800 болады. Оны бөлеміз 100-ге. Нәтижесі тең болады 238 гектарға терек отырғызған. Енді 238 гектарды, яғни бастапқы 340 гектардан азайтып тастайық. 238-ді. Сонда қалды бізде 102 гектар. Енді 102 гектардың 3/2-сіне қарағай отырғызған. Оны білу үшін 102-ні көбейтеміз 3/2-ге. Тең қысқартатын болсақ 34 болады. 34-ні 2-ге көбейтетін болсақ 68 гектар қарағай болады екен. Енді барлығы бізде 102 гектар еді, одан азайтамыз қарағайды отырғызған гектарды, ол сонда 34 гектар қалады. 34 гектар бізде жеміс ағаштарын отырғызылған аудан екен. Ол бізде В нұсқасында.